Қазақ эстрадасында талай дуэттер тарихта қалды. Кейбірі уақытпен бірге өшті. Кейбірі әлі күнге дейін хит болып, жұрттың жүрегінде. Бірақ сахнадағы достық пен шығармашылықтағы серіктестік әрдайым мәңгілік болмайтынын жиі көреміз. Соның бір мысалы кезінде Қайрат Нұртаспен қатар жүрген әнші Сырым Исабаевтың тағдыры. Жақында Сырым мырза Аман Тасқанға берген сұхбатында көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарға ашық жауап берді. Оның ішінде Қайратпен арадағы қарым-қатынас та қозғалды. Әнші бұл бөлінуге тек бір ғана себеп болғанын жасырмады. Жетпей қалған әндер бар. Біз махаббатты тауысып, басқа да тақырыпты қозғағымыз келді. Шүкіршілік әнімізді айттық. Бірақ әке мен анаға, табиғатқа, арамыздағы достықты жеткізетін ән жетпеді. Осындай дүниелер жетіңкіремей қалды. Әйтпесе бірге ән айтуға ниет болды. Бірақ жаңа ән табылмаған соң бөліндік. Ескі әннің тізесін шығарып айта бергіміз келмеді, деді ол. Бұл сөзден ақ түсінуге болады. Өнерде де бір орында тұруға болмайды. Тыңдарман әрдайым жаңа леп күтеді. Ал сол жаңа бағыт табылмаса, қанша дос болсаң да, шығармашылық жол екіге айырылады. Дегенмен желідегі жұрт мұнымен тоқтап қалмады. Әркім өзінше пікір айтып, тіпті кейбіреулердің болжамдары тіптен ауырлау болды. Қайраттың шешесі Сырымды шеттетіп жіберді. Сырымның дауысы ерекше. Мейрамбектен кейінгі талант еді. Гүлзира ханым екеуі бірге жүрсе, халықтың ықыласы Сырымға ауып кететінін білді. Қызғаныш болды. Сырымды Қайроштың мамасы құртты, бәріміз білеміз, дегендей сөздер қарша борады. Әрине, бұл пікірлердің рас өтірігін дөп басып айту қиын. Бірақ бір нәрсе айқын. Сырым Исабаев өнерде өзіндік қолтаңбасын қалдырған, дауысы бар, бағытын таба білсе, әлі талай биікті бағындыра алатын әнші.